Өлейін десем ақша жоқ. Осы бір әңгімені сіздерге баяндап бергім келіп отыр. Әзіліменен шындық араласқан керемет оқиға екен. Біраз ой қалдырды. Өлем деп ойладым. Өлгенде бекерден бекер өле салмайсың ғой, просто қатынымның, жұрттың өзінде еркектері деген сөзі өтіп кетеді да. Өзім пәтер жалдап тұрамын. Айлығым жер алып, үй салуға жетпейді. Қарыз деген шаш етектен. Қаным басыма шауып тұрғанда, жұрттың еркегі де бәле болды. Пәленшенің байына қарашы, әне, деген сөзден ақ жүйкем жұқарып бітті. Қыз күнінде сіз деп сызылып тұратын сыпайы қатынымнан бұл күнде жұрнақта қалмаған. Бірдеңе айтсаң, бетіңнен алып төсіңе шауып тұрады. Табысың мардымсыз болса, қатын екеш қатынға да бұройсыз екенсің ғой. Бәрінен құтылудың ең тиімді тәсілі өле салу еді. Бұл қатынмен кезекті ұрыстан кейін басыма келген соңғы ой. Нақты шешімім болатын. Сол қарқынмен сарайға кіріп, асылатын жіп іздеп жүргем. Тапқаным да сол, қожайыным жетіп келгені. Өй, тыныштық па, не істеп жүрсің менің сарайымда? Бұл құрып кеткір сарай екеш, сарайда менікі емес екені сонда ғана есіме түсті. Өлейін деп жүрмін, шаршадым бәрінен. Басқа өлетін жер таппадың ба? Не қылды? Қой айналайын, өлесің ба? Басқа жерге бар. Ертең сен тұрсаң асылып, мен жүрсем милицияға жауап беріп. Басыма бәле тілеп алар жайым жоқ айналайын. Шық былай. О, сұм дүние десеңші. Мен өлейін деп тұрсам, қожайын өз басының тыныштығын тілеп тұр. Қой айналайын, ашуыңды бас, қазір кім жетісіп жүр дейсің? Деген сияқты жыл сөз күткем негізі. Аптығым басылып қалды. Сонда да бой бергім келмейді. Ешкім мазаламайды. Өз еркіммен өлдім деп, қағаз жазып кетем деп далбасалап кеттім. Қожайын көнбеді. Көнбек түгілі, келін, келін деп үй жаққа қарап айқайсап, қатынымды шақырып алды. Оның да ашуы оңайлықпен басыла қоймайды. Шашы жалбырап, етегі далаңдап лезде жетті. Ойбай-ау келін, мынауың өлем дейді. Тым құрыса күйеуің деген де жоқ. Мынауың. Кім? Мынауда? Әйелім, мынаудың кім екенін енді түсінгендей, бетіме бажырайып қарады. Өлем деме? Сөйтеді. Сарайды апыр-топыр шашып, жіп іздеп жүр. О, сорлы, деді қатыным. О, сорлы. Өлгішін қарай көр бұның. Мен де соны айтамда, деп қожайын қыстырылды. Сен сұмырай, неменеңе жетісіп өлмексің? Сенің түгің кетпейді, өлесің де кетесің. Екі ортада мен сорлайым ғой. Өлгенде 9 адам сынап келеді, біреуі жылап келеді. Сенің жетісің, 40-ың, бишембілігіңді өткізу менің сорым болады ғой. Қазір 100 күндік деген шыққан, деп қожайыны құрғыр тағы қыстырылды. Соны айт, өлім бардың малын шашады, жоқтың артын ашады деген. Жұма сайын нан пісіріп, аруаққа құран бағыштап отырмасаң ұятты, деп қожайыным үлкен ықыласпен тағы бір қыстырылды. Әйеліммен бірінші рет ұрысуым емес, бірақ мақалдатып ұрысқанын бірінші рет көруім. Қожайыным қоштап, ол бастап біраз жерге барды. Сөзінен түсінгенім, өлсем көмусіз қалады екем. Қысқасы, менің өлімім ол үшін қып-қызыл шығын.
Сол шығынымды өтеп алсам болды. Жолымнан қалдырып, етегімнен тартайын деп тұрған ешкім жоқ. Жақсы. Ит өлігін көрсетпейді деген. Өлесің ба, шығыныңды жауып кет. Саған бола тыраштанатын жайым жоқ, деп қатыным тоқетерін айтты. Бір қарағанда оныңкі де рас еді. Өлуін мен өлем. Ол байғұс жаназама дастархан жасап, басыма тас қойып, қой құрсын, шығынымды жауып кетейін деп ойладым. Ары бері ойлап өзімді көметін спонсор табуым керек деп шештім. Шешкенде бұл мәселеде көмек беретін бір ғана адам бала күннен бергі өскен досым Асан еді. Ол қазір жеке кәсіпкер, аудандық мәслихаттың депутаты, жағдайы жақсы, қалтасы қалың. Қатыным айтатын, жұрттың еркегі. Салып ұрып соған бардым. Баруым бардым ғой, алдына зорға кірдім. Обалы не керек? Жақсы қарсы алды. Қатшы қызға шай алдырды. Шай үстінде жағдайымды, неге келгенімді сұрады. Болары болды. Не жасыратыны бар? Өлетінімді айттым. Асан досым ұзақ ойланды. Көзін бір нүктеге қадап ап, облыс көлеміндегі мәселені шешкелі тұрғандай ыңыранды кеп. Менде де үн жоқ. Шәйнектегі тегін шайды сұрыптап отырмын. Әлден уақытта Асан тілге келді. Сен ауылға апарып қоямыз ба? Әлде осы қалада қоямыз ба? Досымның бұл сөзі саған төсекті төрге бөлмеге салайық па? Әлде далаға жатасың ба дегендей жайбырақат шықты. Ауылда әке-шешем жатыр. Туған жерім ғой. Дұрыс қой. Бірақ менде уақыт тапшы, өзің білесің. Мейлі, онда қалада-ақ қала берейін. Екеуміздің әңгімеміздің сырттан естіген кісі мені әскери борышын өтеп қайтуға барады екен деп ойлаған шығар. Қалада қалғанда дайындап қойған жерің бар ма еді? Алғашында әзілдеп отыр екен деп ойладым. Ойбай-ау, қалада жерім болса, моламды салғанша үй салмаймын ба? Асанға осылай дедім. Сонда сен маған зираттан жер әперіп деп отырсың ба? Енді ыңғайыңа қарай көресің. Ой айналайын, сен ол жақтан жер алу қанша екенін білесің ба? Сенің өлуің ештеңе емес, моладан жер алу керек. Одан кейін қатарыңнан кем болмауың үшін басыңа кесене тұрғызу керек. Қысқасы Асан досым спонсорлықтан бас тартты. Тартқанда түбегейлі емес. Сен алдымен жеріңді дайындап ал, басқасын мен көтерейін, деп жомарттықтың тамаша үлгісін көрсетті. Ол да болса көңілге демеу. Асылып өлетін арқанымды жоғалтып алмай тұрғанда жататын орнымды ыңғайлап алайын деп қала шетіндегі молаға тарттым. Барсам, о тобай, тоба, шынымды айтсам, өліктердің жатын жайы менен әлде қайдай ілгері екен. Осы біз қаладағы кейбір байлардың үйіне қызғамыз ғой, керемет екен деп. Мұндағы кейбір өліктердің басына соғылған кесене кереметтің өзін таң қалдырады. Кесене түгілі біреулердің басына қойылған тастың құны мен секілді 10 шақты байғұстың бір жылдық табысы шығар. Дұрыстап өлудің өзі де бір бақыт екен ғой. Қой деп ойландым. Мен өлген соң жұртқа күлкі болмай дұрыстап өлейін. Мен де бір әулеттің азаматы едім ғой. Пәленшенің басында белгі таста жоқ деп аузы жеңіл біреулер ертең молама күлер. Сол оймен сүмірейіп үйге қайттым. Банктен хабарласты. Несиені төлеңдер дейді. Деп әйелім табалдырықтан аттамай жатып тағы бір міндеттеме жүктеді.
Демек, кесенеге емес, несиеге ақша жинау міндеті тұр алдымда. Тірі адамға тіршілік бітпейді ғой. Сол оқиғадан кейін 6 жыл өтті. Күні кеше несиемді төлеп біттім. Енді кесенеге ақша жинауым керек еді. Тек бала өсіп қапты. Менің пәтерден пәтерге сандалғаным жетер. Тым құрыса, балам өз шаңырағында отырсын деп, енді балам үшін ақша жинап жүрмін. Соған кішігірім баспана тұрғызып берсем, сосын өзіме. Оған дейін өзім де бір жақта болармын. Зәулім кесене болмаса да, кең даланың бір бұрышынан тоқымдай жер тиер. Әкем салған баспана еді деп, мені төрге бөлмеге сақтап қоймас анық. Ленин емеспін ғой. Ал әзірше өлейін десем, ақшам жоқ. Құрметті оқырман, әңгімем ұнаған болса лайк басып, комментарийде өз ойларыңызбен бөлісіңіздер. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Алдын ала рахмет.